Авторлық әңгімем белгісіз тіршілік иесі. Ол шамамен 1,5 жыл бұрын пайда болды. Мен оны қалай атауды білмеймін. Оның есімі жоқ. Мүмкін менің басымда бірдеңе дұрыс емес шығар. Есімнен ауыстым немесе бұл шынымен де паранормальный нәрсе болуы мүмкін. Қалай болғанда да оны өзіңіз басыңыздан өткермейінше түсіндіру қиын. Сөзбен жеткізіп болмайды және түсіну мүмкін емес. Сөйтіп, осыдан 1,5 жыл бұрын мен оны алғаш рет көрдім. Мен университетке бара жатыр едім, ол аялдамада тұрды. Қалада мыңдаған адамдардың ішіндегі ең қарапайым адамдардың бірі еді. Оның таңғаларлық ештеңесі жоқ еді. Мүлдем естен кетпес бет-әлпеті де жоқ. Қарапайым киінген, түтіккен, шаршаған көрінісі бар. Сондықтан мен оған аса мән берген жоқпын, бірақ онымен кездейсоқ кездесулер жиілей бастады. Әйтпесе, мен оның бар екенін ұмытып та кетер едім. Мен оны дүкендерде, метрода, саябақта, тіпті киноға барғанымда мен отырған орындықтан алыс емес жерде отырды. Мен толықтай адекватты және саналы адам ретінде бұл оқиғаларды кездейсоқтық деп есептедім. Сонымен қатар адамдардың түр-әлпетін есте сақтау қабілетім нашарлай бастады деп ойладым. Бұл кездесулер мені бастапқыда алаңдатқан жоқ. Ақырында мен аңдыған кімге керек деп ойладым. Бірақ мен оны кездейсоқ кездесу мүмкін емес жерде көргеннен кейін алаңдай бастадым. Жаздың күні еді. Бұл жағдай бірінші кездесуден 2 ай өткен соң ауылдағы әке-шешеме қонаққа барғанымда орын алды. Күн өте ыстық болатын, сондықтан мен кішігірім тоғанға шомылуға бел будым. Суда біраз жүзіп, мен су қоймасының ортасына дейін бардым. Сөйтіп оны қарсы беттегі жағалаудан көрдім. Сол кезде мен қорқып кеттім. Бұл жағдай шынымен қорқынышты болды. Ол сол жерде қамыстардың арасында тұрып, баяғы қарапайым киімдерінде тұр. Маған қарады. Ол жай ғана бір орында маған қарап тұр. Ал мен ақырын бұрылып, өзім жүзіп келген жағаға қарай жүзіп бастадым. Жетіп барып тез киіне бастадым. Әр 2 секунд сайын артыма қарап қоям. Ал ол бір орында тұр. Маған қарап тұруын жалғастыруда. Мені қорқақ адам деп айту қиын. Тоғанды айналып өтіп, оның алдына барып бір шапалақ беру туралы да табанды ой менен үйге дейін айырылмады. Әрине мен бұзықтау адаммын, бірақ шыны керек мен қатты қорықтым. Осы оқиғадан кейін бәрі нашарлай берді. Ол айналамда жиі пайда бола бастады. Оны дерлік барлық барған жерінде көріп жүрдім. Осыдан кейін күнде таңертең оны тағы да көремін ба деген оймен үйден шығатын болдым. Темекі шегіп бастадым. Ал ұйықтар алдында бір стақан арақ ішпесем, ұйықтай алмайтын адамға айналдым. Бірақ бір күні болған оқиғадан кейін онымен арамыздағы түсініксіз таныстық до и после болып 2-ге бөлінді. Себебі оны көлік қағып кетті. Жүргізуші тізгінге ие бола алмай, тура автобус аялдамасына барып соғылды. Көлік оны езіп тастады. Мен сүйектердің сынғанынан шыққан қорқынышты сықырларды және жыртылған шүберектің дыбысына ұқсас дыбысты анық естідім. Сосын асыға үйге қарай жөнелдім. Ішімде біртүрлі қуаныш сезімі кернеді. Біреудің өліміне қуанып барам. Ар-ұжданы ауыртса да сезім жағымды болды. Бірақ ол менің өмірімнен толықтай кетпеген еді. Мен оны бірнеше апта бойы көрмедім. Бірақ менің өмірім мүлдем өзім ойламаған жаңа түстерге бояла бастады. Бұл түс өте қою, қанық және жағымсыз еді. Себебі мен оны айналардан көре бастадым. Ол менің бейнеме айналды. Айнаға қараған сайын мүсәпір адамның денесін көрдім. Аяқ-қолы көп жері бүгіліп, қайырылып, кеуіп қалған қанның қоңыр қыртысымен боялған мұңды жүзін көріп жүрдім. Оның төменгі жақ сүйегі жоқ. Тілі еркін салбырап тұратын, бір көзі де жоқ еді. Бәрі дұрыс болмады, бәрі мен қалағандай болмады. Ол қисық аяқтарымен айнаның бұрышында тұрып маған қарап тұратын. Ол қансыраған көзімен маған тіке қарайтын. Мен айнаға мүлдем қарамайтын болдым. Үйдегі айналардың бәрін лақтырып жібердім. Барлық қасықтарды, ыдыстарды, жалпы бейнем көрінетін жылтыраған нәрселерді
тастап жібердім. Телефонның экранына дейін сындырып тастадым. Ал қараңғы түскенде барлық терезелерді жауып тастап жүрдім. Көшеде мен оны қайта көруім мүмкін болған витриналардан, көліктерден және басқа да сондай нәрселерден аулақ жүрдім. Бірақ мен оны бәрібір көрдім. Ойға батып, бір үлкен дүкеннің терезесін жағалап жүріп бара жатқан едім. Бір дыбыс естідім. Дыбыс дымқыл шүберекпен шын затты орап, баяу сындырып жатқандай болды. Дауыс менің қадамдарыма еріп келе жатыр. Өкінетінімді білсем де витринаға қарадым. Ол менімен бірге жүріп келе жатты. Ол бұралған аяқтарымен дірілдеп, денесі әр басқан сайын майысып, салбыраған тілі екі жаққа теңселіп, қап-қара қан тамшыларын асфальтқа түсіріп келеді. Мен кенет тоқтадым да көзімді жұмдым. 10-ға дейін санадым. Сосын көзімді ашып, айналама қарадым. Төмен қарадым. Жерде қара аралас қызыл тамшылар жылт-жылт етті. Міне содан бері 2 апта өтті. Мүлдем үйден шықпадым. Оның бейнесі барлық жерде көрінеді. Тіпті мен айнаға қарамасам да, күнде түнде тереземді қағат, ұйықтай алмаймын. Кейде мен үйімдегі жалғыз айнаны қалдырған дәлізде де аяқ сыбдырын естимін. Өйткені ол шкафқа жабысып тұрады, ал оны қалай ажыратып алуға болатынын білмеймін. Мен соңғы уақыттары 2 сағат қана жақсы ұйықтап аламын. Содан кейін оның маған қарап тұрғанын сезіп оянып кетемін. Бүгін таңертең оянып, бөлмеден шықтым. Дәлізде әйнек сынықтары жатыр. Шкафтағы айна сынып кетіпті. Ол сыртқа босанып шығыпты. Ол осында, қасымда. Әңгіменің соңы. Әңгіме ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басып, тіркеле кетіңіздер. Бастарыңыздан өткен осындай қорқынышты оқиғалар болса, комментарийге қалдырыңыздар. Келесі шығарылымдарда жариялайтын боламын.